Полиция департаментінің атқарылған жұмыс нәтижесі бойынша 9 айда облыста қылмыстық құқық бұзушылық 300 дерекке төмендеген. Өз өмірлерін қатерге тігіп, істеріне жауапкершілікпен қараған полицейлер марапатталды. 9 айлық есеп бойынша ауыр қылмыстар 9,9%, аса ауыр қылмыстар 1,8%, орташа қылмыстар 6,7%, қоғамдық орында жасалған қылмыстар 16%, көше қылмыстары 25%, кәмелет жасқа толмағандардың қылмыстары 28%-ға төмендеген. Ағымдағы жылдың 11 қазанында есеп беру қорытындысы бойынша алқа кеңесі өткен болатын. Кеңесте бірқатар міндеттер қойылды. Атап айтар болсақ, халыққа көмекті дер кезінде алуға мүмкіндік жасау, яғни учаскелік пункттерді ыңғайлы жерге орналастыру, учаскелік полиция инспекторлары қылмыстың дер кезінде алдын алып, құқық бұзушылыққа жол бермеу, жылдам қимылдау. Полицияның дәстүрлі жұмысында басты мақсат қылмысқа қарсы күрес. Демек, жедел жұмыс стилі негізінен құқық бұзушылықтарға ден қою болып табылады. Сервистік модельде басты миссия қауіпсіздік сезімін қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтың алдын алу болып табылады. Атқарылған жұмыстар бойынша өмірлерін қатерге тігіп, қызметіне жауапкершілікпен қараған полицейлер марапатталды. Айта кетсек, 9 қыркүйекте краннан секірмекші болған қызды құтқарып қалған Айбол Қанашұлы Жамбыл облыстың полиция департаменті таңбасы бар қолсағатпен және басқа да қызметкерлер алғыс хаттармен марапатталды. Мадина Құдайберген, Нұртай Ыбырай, Нұрбол Қыстаубек, Аймақ.